осындай екі бұрандағы сатырған есікті бұлай бояп жатырмын енді. Студия сырттай көрсетейін сіздерге. Незін кәдімгі құрылыс болып жатқанда болатын ескі ағаштар, осындай кесінділер. Оғыза сондай өренен кесінділер да. Вообще кішкене шіргені бұдан не деген керемет нәрсе жасауға болады. Бұларды біз мынандай болгарка арқылы текситін боламыз мына жақпен. Әнін текситін болады. Текстеп болған соң осындай әдемі ағашта пайда болды. Міне бұны лақтаған кезде одан да керемет болып пайда болады. Әрі қарай көріңіздер. Бара-бара қызық болып бара жатыр. Келесі кезекте біз ақ қағазды алып, өзіміздің қалаған өрнегімізді кесіп аламыз да, ағашқа жабыстырып, сол жерді қара бояумен бояйтын боламыз. Сол кезде біздің қалаған өрнегіміз осы ағаш бетінде қалатын болады. Кесіп алдық жақтарды. Сосын скотчпен сан жақтарын бәрін жабыстырып шығардық. Бояуды шашқан кезде тек мыналар боялу керек. Сондықтан қошаймыз енді. Таң студия С деп жазатын бұл. Бүгін жаңа видео түсірілді. Қ-А-ны бояп жатырмық. Міне достар, осынша уақыт, яғни қанша уақыт кетті? 4 сағатта ма мен мұны ағашты жазып біттім. Көріңіздер. Міне, таң студия. Ағылшынша қара краскамен боядым, өздеріңіз көргендей студиясы. Мынау кәдімгі ағаш. Енді бұны қабырғаға ілетіндей қылып темір орнатамын. Сосын дәл қазір лактайтын боламыз. Ендеше кеттік. Қолданатын лак. Міне лак, яғни ағаштарға арналған керемет. Ағаш шамамен қанша? 2,5 болды өзі. Таң студия атты ағашымыз дайын. Таң студия. Сәсел қатты
болса есіктің үстінде тұратын болады. Мен сіздерге суретін көрсетемін орнатқан соң. Міне осылайша әпшемнің студиясына осы зат жасадым. Подставка жасадым. Барлығы қалай орнатылғанын сіздерге көрсететін боламын алдағы уақытта. Керемет. Міне таң студияны әкелдім. Таң студияны. Әпшемнің ашылып жатқан фотостудиясына. Мен бұны дәл мына есіктің үстіне ілетін болам. Таң студия. Білмеймін, есікті қараға бояп, золотистіге бояйын ба, көрем. Ал не таң студия деген мына жерде немесе осы жерде орнатылып тұратын болады. Сол ертең соны орнатамыз. Бұнымен қоса біз деппін ғой мен. Пар болу үшін мынандай ағаштан негізі бірінші видеомда жасадым каналда. Осындай подставка, бұл да осындай ағаштан. Мен мынандай 350 теңгелік темірді тек қатыра салдым. Менің ютубтағы бірінші видеомда қалай жасағанын көрсеткен болатын. Ол кезде мынандай темірін сваркілеп қиналып сөйтсем, құрылыс дүкендерінде сатады екен осындай темір. 90 градусқа осылай майысып қалған. Ағаштың түбіне қатырдым да осылай. Мына жерінде қабырғаға тікелей қатырдым екі бетін. Ал мына ағашты тауып алып, текістеп, дәл алып таң студияны жасаған сияқты лактадым. Сонымен осындай керемет подставка дайын болды. Жасасаңыздар болады, бұл да оңай. Ал достар, міне біздің осынша уақыт дайындаған сыртқы жарнамамыз дайын. Екі бұрандағы тұрған есікті бұлай бояп жатырмын енді. Студия сырттай көрсетейін сіздерге. Негізі мына стена қара болғанда мынау вообще күшті көрінетін еді. Неше енді көреміз ғой, келешекте бояймыз ба? Керемет. Сіздер де осындай зат жасап, өздеріңіздің логотиптеріңізді жазып іліп қойсаңыздар болады. Неге ілуге болады? Дүкенге ілуге болады, киім сататын деген сияқты әртүрлі. Біз осындай фотостудияға осы затты жасадық. Адамды кәдімгідей тартады, көрінісі ерекше. Керемет. Сіздерге осы затты жасауға кеңес беремін. Ең бастысы каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.